Бұл біздің общак емес, жұмыс көп оңай емес. Тамақ пен ұйқы енді біздерге арман үлес. Қосылған ескі жаңа, жақындап бізге қарау. Бұрынғы қыздар емес, өзгеріс бізде бар ма? Тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес. Аселя, маған бір кофе бере салшы. Ет салып, қамырын салып, 5 бармақ дайындай сал деймін бе? Таңғы асқа 5 бармақ па не? Ойбай, не қуанып кеттің? Әбеттегідей қуандың ғой сен таңғы асқа 5 бармаққа деп. Яна, Мәкеше, сізге ризамын ғой. Неменеге? Жаңа, сөйлеп жатқанда есіме түсіп кетті да. Ұрыс сөйлеп жатсыз ғой. Ана жеңшемді күшті ұстайсыз да. Сондықтан қарап жүремін ғой. Өзім ертең үйленгенде Мәкең сияқты боламын деймін да. Қалғанайшы, видео ашса алақанда жұмса жұдырығында ше. Жеңшем зүк жүгірді. Қасыға берші, қолмен жейміз ба мынаны? Яна, жеңшеме де ризамын ше. Ана Мәкең бүйтіп, арасында бүйтіп, неғып қалған кезде бүйтіп, жоқ, қарсы келмейді ғой. Спайға болып бүйтіп. Жарайды, тағасы, қазір әкелем. Сөйтіп көрінеміз ба? Некеңіз. Сөйтіп көрінеміз ба дегенсіз, мен сендер сөйтіп өмір сүріп жатыр екен деп жүрмін. Иә. Кәдімгі бір-бірлеріне андай қылып ше. Анау TikTok-тан көріп жатырмын да. Еркегі дейді күйеуі. Қанттың түсі қара десе, сонда әйелі қалай қара ақ қой деп кеме деген ғой қараса. Заң екен. Қара деп үндемей отыра береді екен. Ойбай, оны бір дальтоник айтқан шығар. Сен де бір ше, позитивің жоқ. Негативный бір нәрселер айтады отырады. Қара қан тәпеше. Саламатсыздар ма? Толғанай мынау саған десерт тәтті болып жүр. Мынау кофе бодрый болып жүр. Рахмет. Бірақ маған кофе ұнамайды. Емражын ма? Кофе деп өліп отырады. Оған ет асып келуім керек етсен. Сол кезде жүрегін жаулайтын. Ей, завтраққа кофе әп келем адам. 5 бармақ сұрап отқан қыз еді. 5 бармақпен кіруім керек еді. Қасы, еті, қойдың құйрығы өзің сияқты былқылдап 5 бармақ же жаным дегенде көңіліне шығарады да. Иә, сорпасымен. Мәкең сияқты болу керек қой. Айтшы. Айтам. Айтшы қандаймын. Мәкең сияқты болу керек. Тыңдашы. Біздің Мәкең бар ғой? Михон? Иә. Айтшы. Кәдімгі қысқасын айтқанда молодец қой. Не қысқартып тастадың, ұзартып айтса, қандай екен? Енді молодец деп айтам ба, Мәкең. Қазір айтып отырмын. Ей, боласың ба, еркек бол, мүләйімсімей. Завтрак десерт 5 бармақ сұрап отқан қызға торт өте ма? Соны айтам. Ерік, не айтып отырсың сен? Айжандікі дұрыс. Әйел адамына ең болмаса жылына 1 рет болсын гүл сыйлап тұру керек. Сен маған қашан гүл сыйладың соңғы рет? Мәкеңді қара. Сабырды сақтап отыр ғой. Айт бізден бар ма? Бір ұратын адам ғой. Сабырмен. Енді мені ұруын қалып еді, я? Қойше болды, үндемеген сайын кетіп баратсың ғой. Михон! Саған айтып жатыр Мерик. Көрдің ба, еркек қой. Политик, саясат. Отбасын бүйтіп саясатпен бүйтіп отыр. Анау Ерик деп маған ұрсып қояды да, бірақ жеңгеме тықып тұр да. Ана қызым саған айтам, келін сен тыңдаға салып тұр ғой. Иә? Сондай ғана қып тұрмын ғой мен. Ризамын ғой. Ол отбасы деген кішігірім мемлекет қой. Ризамын. Саясатпен ақылмен басқармасам болмайды. Иә. Сен осы менен қарызға ақша сұрайын деп отқан жоқсың ба? Или мен бастық па, бір бәле деп ойлап қалдым ба? Шынымен. Аман жағымпазданып жатсың ғой. Сен мынандай қабілетпен қалай рабочий болып жүрсің сен? Сен шыныңды айтшы. Михон қатыннан қорқасың ғой, соны мойындасай. Ей, сыйластық қой бұл. Қалай қорқпайсың? Бажылдап кетеді, міне деген жаман. Ассалаумағалейкум. Саламатпыз. Барлықтарың жиналыңыздаршы, 5 минуттан кейін жиналыс. Тез, неғып бажырай отырмыз, тез бол. Ма. Фируза? Осы сен врачқа баратын уақытың болған жоқ па?
ана баланың жынысын анықтамайсың ба? Барам ғой. Бүгін УЗИге барам. Бүгін барасың ба? Иә, барам. Бірге барайын да сенімен бірге. Ол жаққа еркектерге баруға болмайды. Ол еркектерге баруға болмайтын, ол женский монша ма еді саған? Бара берейін да бірге. Сен ол жақта не істейсің бәрібір барғанда? Одан да былай істейікті, андай гендер пати ұйымдастырып, бүкіл жұрттың көзінше білейік. Ой, ол гендер пати деген не аласың? Арсен, біздің екеуміздің үйлену тойымыз да өткен жоқ. Хотя бы балаң үшін сол нәрсені жасайтын шығарсың енді. Зируза, бәрін бүкіл сюрпризімді құрттың ше. Мен саған айтпай ұйымдастырып қойып жатыр едім ғой гендер патиді. Я, сен ғана білмейсің, үйдегілердің бәрі білет, деп саған сюрприз қылып ұйымдастырып қойып жатырмын ғой мен. Тойымыз болмады ғой, гендер пати ұйымдастырайық хотя бы деп, как раз келдім. Қайырлы таң. Басеке шақырдыңыз ба? Шақырдым. Алдында гендер пати не болды? Алдында мен Зирузаға айтпай гендер пати ұйымдастырайық деп едім ғой, білесің ба? Басеке, ол тендерді ойнатып жүрдік қой? Я, ойнатып жүрдік қой. Мен айттым ғой саған, қыз бала, айттым. Мен гендер пати ұйымдастырайық, жаным қуанып қалсын менің деп айттым ғой. Басеке, айтпадыңыз ондай тасым. Айтпадыңыз. Я, айтпады. Қыз бала, мен көзіме қарады. Мен саған айттым. Айтпадыңыз, Басеке. Қыз бала, көзіме тура қара. Мен саған айттым, қыз бала. Зируза біліп қоймасын деп айттым. Айтпадыңыз, Басеке, ренжімеңізші. Айтқан нәрселерін бәрін жаттап жүретін ғой мен. Айттым деймін негіз. Сәл еңкейші онда былай қара. Басеке, айтыпсыз ғой. Түсіндім, Басеке. Айттым ғой, гендер пати деп. Я, айтыпсыз ғой. Болды. Айттым ғой, бәсе. Бұл памяттері сондай да просто. Андай толып қалған ба кішкене ше. Галереядағы фотолардың бәрін өшіру керек шығар онда. Ой, көмектеспейді бұларға. Сондай да, ұмытып кете береді, айтқан нәрселерін. Мен негізі айттым. Мен сіздерге алдында ғана айттым. Басекең гендер пати жасайды, дайындалыңдар деп. Үйбай, қашан айттыңыз? Айтқан жоқсыз ғой. Соң айтам? Айтқан жоқ қой, сволыш. Айттым деп еще ұзын тура. Ештеңеміз, ладно. Кешкісін гендер пати болады. Дайындалыңдар. Кімдердің пати болады дейді? Басекеңнің баласының жынысын анықтаймыз. Не, бәріміз УЗИге барамыз да? Жоғай, андай қол. Айтшы сен. Үлкен сенсің ғой. Анықтайтын домыз баяғыда. Жергесінен ұстап көтересің, қыңсыласа ұрғашы, қыңсыламаса еркек деп анықтайтын өккі күшікті. Жоқ, оны ана бала ішінде жатқан кезде мамасы арқылы білуге болады деп әжем айтқан. Егер де жүкті әйелдің артынан айқайласаң, оң жағына қараса ұл болады, сол жағына қараса қыз болады. Сонда ошым қарамаса ше? Ошым қарамаса кереңді. Болды, қойыңдар, болды. Эрик, Михон, аулаға столдар шығарыңдар, әдемілеп жайыңдар, бәрі зым болатын болсын. Айжан, Толғанай, тамақ өте дәмді болу керек. Сосын уақытылы. Түсінікті ғой? Әселя, сіз полный үйді тап-таза қылып жинап шығуыңыз керек. Осы бар ғой, үйді ше, қонақ келгенде жинау дегенді қой көріп қой негіз. Соны айтам, мен бір өзім үлгірмеймін ғой кешке дейін. Қой үлгірмейтін несі бар, киімдерді шкафқа тағасың, сыпырып кілемнің астына тағасың. Вот мен тамақ жасау қиын енді. Ол тамақ істейтін несі бар, қиын ештеңесі жоқ. Бұл жерде бүкіл қонақтар жаңа ет жеп, шай ішіп отпайды ғой. Фуршет істейсің болды ғой, сен фруктылар әдемілеп қойып қоясың болды. Біздікі қиын, ең қиын. Ендігі мәселе программа жасауымыз керек Басекең. Кімде қандай идея бар? Кәні. Мен айтайын, андай үлкен шар қойып ортаға, соны жарған кезде ішінде кішкентай шарлар шығады. Розовый или көм. Сразу біліп шар жайлы бір нәрсе айтатын ше. Шардан шарский идеялар шығады. Толғанай дұрыс айтады. Толғанай, осы сіздің ойыңызда. Өте әдемі идея. Сосын андай стик, андай вилверттар бар ғой, Арсен қызы немесе Арсен ұлы деген жазып. Молодец. Сен молодец, міне. Осы сенің ойыңда. Бірақ жаңа вилвертің банальный емес, оригинальный болсыншы. О, мырза, менде бір күшті идея бар. Күшті бол.
өзің идеяң өзің мойныңа іледі ғой қазір. Кетші бір айтам. Мырза, давай бүйтейік. Былайына екі бөлікке бөліп қояйық та, бір жағына ұл деп жазайық, бір жағына қыз деп жазайық. Сосын кім ұлға дауыс береді, кім қызға дауыс береді, солай жасай береміз, иә? Селенко вообще осы сізге тапсырамыз, не? Мықты. Так, Бізде де идея бар. Михон екеумізде мықты идея шықты. Ой, молодец, міне. Біз мынандай идея ойлап тұрмыз. Біз Михон екеуміз далаға столдарды алып шығып қоямыз. Ол менің идеям ғой, сен не деп отырсың? Вот, молодец, сіздің идеяңыз. Осы сіздің мойныңызда болса. Оны и так сендерге тапсырдым. Қараш баларды, әккілер. Өзіме тапсырып жіберейін деп тұр ғой. Әңгімені қойыңдар, болды. Так, жұмысқа кірісуіміз керек, аз уақыт қалды. Тез-тез жұмыс істеңдер, тез. Сендер әлі тұрсыңдар ма? Істесеңдер тезірек. Менде жұмыс көп ана жақта. Тез. Қайырлы күн. Біз кешкі мерекелік кешке дайындалып жатыр еді. Мерекені де шақыру керек. Ау? Айта бер. Соған шарға розовый ма, көк па білуіміз керек еді. Розовый қыласаң да, маған розовый цвет ұнайды. Оны сіз шешпейсіз ғой, врач шешеді ғой. Мен врачқа айтам ғой өзім. Сосын врач айтады розовый қылыңдар деп. Магазиннен алатындай болып кетті ғой. Врач берген конвертті ашпай бастысы маған әкеп беріңізші, ұл ма қыз ба өзім білем ғой. Мен бермеймін ба, наоборот, врачқа конвертті? Ой, шатастырып жібердіңіз ғой. Маған врач берген конвертті әкеп беріңіз. Сосын өзім қарап, ұл ма қыз ба, сосын жасайым. Қалай ойлайсың, ұл болған дұрыс па, қыз ба? Жалпы, ұл болса мұрагер болады, қыз болса жанашыр болады. Бастысы ұл болсын, қыз болсын, аман болғаны жақсы ғой. Дұрыс. Ұл болады. То есть ұл болатын шығар? Қой, кетті мен врачқа. Дайындала беріңдер. Ойбай. Қуама тупая. Ау? Қуанайық туп деп жатқаным ғой. Михон, күн бүгін басқаша болып тұра қараш. Басқа ештеңесі жоқ. Сол күнделікті домалақ күн ғой. Несі басқаша? Погоданы айтып жатырмын. Жылы қарсай. Рахат та. Кілтті табу керек, столдың бәріне сарайдың ішінде ғой. Кілт. 10 кілт бар, 10 қайсы қақта екен. Барып келейін мен. Бармай-ақ қой. Сен оны тауып келем дегенше. Астанада ЛРТ бітеді ғой. Айби! Қойшы, ЛРТ деп. Не? Барып келем дегенше, біраз уақыт болады деп айта салға болады сол. Енді газет оқимын мен. Соны білдірейші деп айтқам ғой. Не болды? Газет деген әлі бар ма не? Бар, мен газет оқимын. Мен Егемен Қазақстанға 1 жылға жазылып қоям. Сен Жемихон, андай интернет, инстаграм дегенде жоқ сияқтысың. Андай жұлдызды отбасы деген журналдар оқитын сияқтысың ғой әлі. Пойызда обязательно сканворд шешемін мен. Сен былай күндерде сканворд шешесің ғой. Екеуің әлі отырсыңдар ма? Сендер кітті табам дегенше Астанадағы Абу-Даби бітетін болды ғой? Айби! Сендер кәдімгі семьяларыңмен газетке жатып қалған сияқтысыңдар ғой. Тоқташы. Андай Абу-Даби туралы жоқ еді ғой мен оқыған газетте. Бүгінгі газет оқып қойған жоқсың ба? Бірге оқимыз дедік қой. Жоқ. Алдын балық жеп отырып, астында газетке көзім түсіп кетті. Содан оқыдым. Оқып қойма, бірге оқимыз кешке. Қойыңдар ше, газеттен романтикасы деп. Газетте дым оқитын нәрсе жоқ. Кітап оқу керек, кітап. Мен ше, кітап оқып тұрам арасында. Қай? Мен анамнан кітап оқымаймын ғой. Мықты. Лев Толстой, Красная гвардия деген оқып бітірдім өткенде. Зор екен. Қай, көрген жоқпыз. Сен кітап ұстаған көрген жоқпын мен. Әжетхана кірген кезде көріп қалдым да, оқи салдым да. Сонда соны оқып біткенше отырдың ба? Жоқ, 4-ші бетке келгеннен аяғым ұйыды ғой. Сен тұрамай қалсың ғой. Михон, пожалуйста, үй жинауға көмектесіп жүр. Не айтып тұрсың, Қашан көрдің мен үй жинағанды? Бар,
Кет ана жаққа барып. Жарайды. Бар кет деп артынша. Мен сен ағама да жүрсем, сен жеңше екенсің ғой. Бар үй жинасай. Ей, сен түсінбейсің не? Нені? Ештеңені түсінбейсің сен. Біз отбасымызда анандайды үй жинайық деп айтамыз. Романтик. Ұятта еді, қайтып айтасың жұрт. Базар жоқ, романтик. Сонда андайды Үй жинайық деп айтамыз. үй жинағым келіп тұр дейді ғой жеңше сонда. Мен де онда үй жинаймын ғой. Сен үй емес, әркім квартирасын жинайсың ғой сен. Өмір естіп кетесің. Үй? Сарайдың кілті менде екен. Ой, онда бите. Сен шығара бер. Мен үй жинап келем, тез 5 минутта келем. Ахмат, бастай бер сен. Кіріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен Айдананың атынан келіп тұрған едім, сізге ескертіп қойым деп айтқан еді. Айдана айтты. Тыңдап тұрмын. Не мәселе? Бізде бүгін үйде гендер пати болатын еді. Соған УЗИ снимкқа ұл деп жазып, конвертке салып берсеңіз. Енді конверт сұрап келсеңіз, енді бізге де бір конверт дегендей. Шоколадтың ішінде. Конверт сұрасаңыз, таңдаңыз. Ұл, қыз, қайсын қабыл аласыз? Конечно, ұл. Енді сіз мен сізді танымаймын. Есіміңіз кім еді? Бағдагүл. Жанар, жақсы сау болыңыз. Тағы да жүкті болғыңыз келсе, хабарласасыз, Енді бұдан былай жүкті, бұдан былай өтірік аламай. Жақсы сау болыңыз. Михонгүл, не істеп жатырсың сен? Ғана, пылесос тур жолда тұр екен, адам арбе өткізі. Алып тастайын деген, құлай қарай. Сен сонда жолда тұрған пылесосты алып тастау үшін пылесостап барып алып тастайсың ба? Басеке, ешкімге айтпаңызшы. Әселя үлгеремей жатыр екен жинап, соған көмектесіп жіберіп жатқанмын ғой. Сен молодец қайта. Ешкімге айтпаған несі. Сен саған бәріне айту керек қой, сен үлгі аларлық іс қой бұл. Бәріне айтып тұрып, жұрттың көзінше саған премия берем. Басеке, өмірімде ақшадан бас тартам деп ойламаппын. Премия да бермей ақ қойыңыз, ешкімге де айтпай қойыңызшы. Не үшін айтпаймын, несіне ұяласың? Сен бұл ісің батырлық қой. Ерегессе батырлық емес, қатындық деп түсініп тұр ол. Ой, сен біреуді тыңдасаң, ештеңеге жетпейсің. Мен мысалы ешкімді тыңдамаймын. Басеке, білем тыңдамайсыңыз. Осы жол мені тыңдайсаңызшы, Басеке. Бүгінге үлгермейсіздер ма? Жарайды, рахмет. Не? Әлемнің барлығы екіқабат па? Оформлениемен шаш жасайтын жерлер бос емес. Онда келесі жылы 20 миллион тауышылсын боламыз десе, Неге 21 миллион емес? енді екеуміз әлі үйленген жоқпыз ғой. Әлі БК-да отырасың ба? Осы подкатыңды бұрын оқылаймын БК-дан. Толғанай, бір екі ер бала беріп тұршы, солдар тасып тастайды. Екі ер бала жоқ, 1,5 бала бар. Оның өзі бос емес, бір қолымен тамақ істеп, бір қолымен БК-да отыр. Тамақты сен істейсің, Айжан маған көмектесін стол тасуға. Жоқ, мен бос емеспін, мен оформление жасайтын жерлерді іздеп отырмын. Екінші қолың бос қой? Екінші қолым әлемді тербетіп отыр. Келесі жылы бірінші қолыңмен бесік тербетуге қалай қарайсың? Бесік жасайтын еркек болса, әрине дайынбыз. Походу, мен мына жерде тіректе лишний болып тұрған сияқтымын ғой. Бесікті жасауды қазір бастап кетсіңдерші. Сосын үйге бармаңдар. Михон мен Әсел үйде үй жинауды бастап кеткен. Давай. Ханым, шақырдыңыз ба?
Иә. Нанана повар қыз бар ғой, соған бересің. Одан кейін қалай болып жатыр жалпы дайындықтар? Бәрі ойдағыдай, қонақтарды сағат 7-ге шақырып қойдық. Үйдегі жұмыстарды сағат 6-ға дайындап қоямыз. Ровно сағат 7-де бастап кететіндей болайық, иә? Болды. Құт. Алло, Мереке? Не, бүгінгі болатын сабақты кешкі сағат 7-ге ауыстырсақ қайтеді? Мен просто үлгере алмайын деп тұр едім да. Аха, 7-ге келе бер. Так, бәрі қойылып жатыр. Ананы жеп аламыз, мынаны жеп, иә? Ұлан, нешеу? Вот, 3 стакан қойып жібер. Қыз бала, бәрін жинаш, бір нәрсе айтуым керек. Құрметті әріптестер, 5 минут демалып алайық. Шаршадық, ә? 5 минут демалып. Құрметті әріптестер, сіздермен бүгін бір жайтпен бөліскім келіп тұр. Бөліспей қойыңызшы басыға, ешқандай жайтпен. Бастыққа қалай сөйлейсің өзі? Бөлісе беріңіз ағай, айта беріңіз. Сіздердің араларыңызда бір адамға бір жақсы ісі үшін премия бергім келеді. Ой! Несіне әуре болдыңыз? Басыға, құпия болмаса, қанша ақша? 200 мың. Теңгемен ба? Сонмен. Бәрін айлықтары бар, жетеді. Не оласы премия беріп? Берсін, айлық дымға да жетпейді. Тыныш тұр сен? Жетеді. Тыныш тұр. Бете беріңіз ағай. Иә, кімге берем? Сұрақ қой. Мен Ерікке де берейім. Тірлігі жақсы, адал өзінің еңбегіне, тірлігіне газонды қалай қырқады. Міне беру лайықты. Жоқ, Михонға берем премия. Михонға не үшін? Михонға бүгін мен Михонның үй жинағанын көріп риза болдым. Нағыз еркек екен. Үйді қалай жинайды? Өте ұқыпты жинайды екен үйді. Риза болдым. Михон, бетіңді ашып тұр. Ол ұялатын нәрсе емес, Михон. Ондайын білгенде басыға, үйге күнде қыздар шақырып үй жинайтын ем ғой мен. Сізге көрсетіп қойып жинайтын ем ғой. Әр бөліммен, әр қызбен жинайтын ем ғой. Не кедергі болды, Ерік? Не кедергі? Міне, осындай керемет Михонның ісінен барлық ер азамат үлгі алу керек. Сабақ алу керек. Міне, Михон, құтты болсын премия. Ой, рахмет ағай. Жаным. Михонға бердің ма? Иә. Үйіпті бірге жинаймыз, ақшаны да бірге жинаймыз. Болды. Ары қарай жұмыстарыңыз істей беріңіздер. Бәріне сәттілік. Михон, келесі үй жинағанда кездескенше. Жаным. Бүгіннен бастап үйдің бәрін тек сен жинайсың. Ал мен күзетем, я ма? Михон, біздің көкінетті жинап берші. Екінші бастық келеді. Дайындық қалай болып жатыр? Шарды кімге тапсырдың мен? Шарды шарға тапсырдыңыз ғой. Жүрші бері. Не мынау? Осылай жаса дедім ба саған? Көрінбейтін қылып істе деген жоқпын ба? Барда көрінбейтін қылып істе мынаны. Толғанай, шардың алдында тұрасай, сол кезде көрінбейді. Көп сөйлейсің сен бар ғой осы. Вилвыртты кімге тапсырдым мен? Маған. Не мынау енді, Айжан? Қиқа, осылай дедім ба? Оригинальный осындай ма? Қарашы мынау, оригинальный ма мынау? Болмайған бір не? Қолмен жасаған көрініп маған. Все онда, жақсы рахмет. Ертең кездесейік та? Ертең бос емеспін ше. Онда арғын кездесейік. Оны ертең сұрасай, сөйтіп ертең бос емеспін деп айтам. Маған әзіл қой қыздар ол айтшы. Бұл саған әзіл болып тұр ма? ДП. Ау? Ештеңе, бәрі жақсы. Жақсы онда, я? Мен кеттім. Давай. Мама папаға сәлем айт.
Не істеватсыңдар? Не істеватсыңдар? Мына сұмырай сендерді алдап жүр, нелеріңе мәсіңдер, какой-то бір оңбағанға алданып тұрсыңдар ма? Бұның бәрі өтірік. Міне, мынаны қараңдар, міне! Алдап жүр, бұл ешқандай баласы жоқ! Баласы жоқ бұл оңбаған сұрпайының! Оңбаған сен менен жігітімді тартып алдың, түсіндің ба? Ал сен болса мәз болып жүрсің! Ол сені сүймейді, өтірік алдап жатыр! Сені сүйетін мен ғана ғой! Үйді бір рет жинағанға 200 мың теңге алатын болсам, айына бір-ақ күн жұмыс істеп, 29 күн демала берсем болады екен, мен? Не oldu? Қысқа қайырдың ғой, күлім тауысып қалма. Михон, кендір пати күшті болды, я. Біз қашан сондай күнге жетедік екенбіз. Біз де жетеміз ғой. Шашап жүретін боламыз. Біз шай ішіп отырамыз. Балдарды әрең жақтаттық қояды. Екі бала екі шағымызда шай ішкізбей ма? Жоқ, екі баласын ес. 10 бала 10 жақтан шаршатты деп. 11-шісін қоя тұрамыз ғой деймін деп ше. Қойшы, екі ақ бала туам мен? Мейлі бірақ, я. Екінші, үшінші әйелім қалған туа береді өздері. Кішкене қой.